Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, ерекше тағамды кешкі асқа дайындайтын боламыз. Яғни қазіргі таңда хит болып жатқан тағамды менімен бірге міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымнан ерекше қарапайым рецептерді қазақ тілінде таба аласыздар. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз тағамға керек заттарды жуып тазалап алатын боламыз. Ең алдымен мен картоптан бастаймын. Осылай 5 дана картоп алдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша 8-10 шақты қоссаңыздар да болады. Ең алдымен картоптарымызды осылай ұзындау, шұқалау етіп турап алдым. Енді оның үстінен тұз, қара бұрыш және паприкамды салып, жақсылап араластыратын боламын. Және 2 ас қасық зәйтүн майын құйып жібердім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді салсаңыздар болады, чеснок салсаңыздар болады. Енді картопымызды осылай лиске салып, жақсылап жайып, қойып шығатын боламыз. Және духовкаға 160-170 градуспен 35-40 минутқа жіберетін боламын. Енді мен подливаны дайындайтын боламыз. Оған мен пияз бен ет және дәмдеуіштерді қосатын боламын. Ең алдымен етімізді ұзындау, жіңішкелеу етіп турап алатын боламыз. Сонда етімізге дәмдеуіштер әдемі сіңіп, әрі жұп-жұмсақ болып пісетін болады. Мен осылай еті мен пиязымды дайындап алдым. Енді мен етіме жаңағыдай керекті дәмдеуіштерді салатын боламын. Яғни мен тұз салдым, қара бұрыш салатын боламын. Және кориандр мен жаңағы зірені салатын боламын. Не осылай енді қолыммен жақсылап араластырамыз. Қолымызбен араластырсақ, етімізге дәмдеуіштер өте әдемі сіңіп, әдемі керемет дәм беретін болады. Мен осы арада сковородканы қыздырып, оған азғантай май құйып алдым. Енді етімізді салып, 2-3 рет араластырып қана қуырамыз. Яғни етті көп қуырмайтын боламыз. Яғни қызарып кетпеуі қажет. Не осылай етті қуырдым. Енді етімнің үстінен 1 ас қасықта осылай соямды салып жібердім. Енді жақсылап араластырамыз. Мен тұз салған жоқпын. Жаңа дәмдеуіштермен бірге тұз салып жіберген болатынмын. Енді астын төмендетіп, жарты сағатқа бұқтырып қоятын боламыз. Біз оған дейін күрішімізді қуырып аламыз. Мен кәдімгі өсімдік майының үстінен азғантай сары майымды салып жібердім. Оның үстінен жуып тазалап қойған күрішімді салып, жақсылап сарғыш түске кіргенше қуыратын боламыз. Не осылай орташа отпен қуырыңыздар. Қатты отпен қуырсаңыздар, күріштеріміздің кейбіреулері күйіп қалуы мүмкін. Міне біздің етіміз 25 минут тұрды. Енді мен етімнің үстінен жаңағы пиязымды салатын боламын. Пиязымызды да көп қуырмаймыз достар. Пиязымызды салып жақсылап араластырып, оның үстінен азғантай, яғни 100 мг суымды құйып жібердім. Не осылай тағы да жарты сағатқа төмен отта бұқтырып қоямыз. Енді күрішіміз не біздің осылай сарғыш түске кірді достар. Енді күрішіміздің үстінен суымызды құйып алатын боламыз. Мен күрішке жаңағы құйған суға өзімнің тұзымды салып жібердім. Тұз салуды ұмытпаңыздар. Міне осылай сәл күрішіміз батқанша су құйдым. Енді 1-2 минут осылай қатты қайнатып, сосын астыны төмендетіп, қақпағын жауып, суы тартылғанша тағы да жаңа қақпағын жауып қоятын боламын. Міне менің етім осылай қайнап пісіп тұр. Енді оның үстінен мен азғантай укропымды салып жібердім. Біздің картоптарымыз да осылай өте керемет болып, қып-қызыл болып, жұп-жұмсақ болып дайын болды. Енді барлығын ыдысқа салып алатын боламыз. Мен ең алдымен осылай күріштерімді салдым. Шеттеріне картоптарымды, оның ортасынан осы еттерімді салып алатын боламын. Достар, міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің видеом сіздерге ұнаған болса,
лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарий арқылы жазып кетуді ұмытпаңыздар. Тағамды өздеріңіздің кез келген ұнатқан көкөністеріңізбен әсемдесеңіздер болады. Міне осылай дайын болды. Сіздерге ас болсын.